Biz 19-шы жылы көкжидені берген кезде 25-ші жылы су кіреді деп бізге қадағалап айтқанда біз айтып едік. 6 жыл бар ғой. Қараңызшы, 6 жыл дедік. 6 жыл болды, 6 жыл өтті. Ешқандай біз суды көріп тұрған жоқпыз. Тек қана рахмет тасымалдап су тасып жатыр. Бұл өткен өмірдегі, өткен ғасырдағы енді амалсыздан біз сондай сараған көрдік. Енді бұлардың айтыстары 27 дейді. 27 болмайды халық. 30-шы жылға дейін 5 жыл біз өстіп, водовозбен су тасып іше береміз ба? Бірақ қасымыздағы думан тұр міне. Сосын бауырластар 4 тұр. Екі жағында да су келіп тұр. Думанды жақта берейік. Содан бізге су тартсын. Біз соны қалаймыз. Бұл қашанғы 5 жылға дейін водовозбен суды. Күнде водовоз осының алдында бір рейс істейтін еді бұл водовоз. Қазіргі таңда водовоз 3 рейс істейді. Водовоздың шофыры сағат 8-де кетеді, түнгі 8-де кетеді үйіне. Кірген автобустардың жолына жаңағы автобусты шеме күтуде. Автобустан түскен кезде адамдардың аяқтары балшық болып жатыр. Мінгенде шофыр айтады, аяғыңыз балшық қой дейді. Соны бір қарманшық жоқ. Жаңағы автобус келіп қанатты қар болғаннан кейін балшыққа тұруға туы керек бізге. Бізде енді соған жол салуға қамданса. Ал егер де ол көшпелсің дегенге дейін болатын болса, оны 1 жыл сынуынсыз, 1 жыл ақша көтеріп, 1 жыл 5-6 жылға кетейін деп тұр. Біздің елді мекенде енді 2200-дей жаңағы жер төлемі бар. Соны әрқайсысынан 2 баладан шыққанның өзінде де 4,5 мың бала шығады екен. Осыны биылға қадағаласа. Жаңа оны екіні білесіздер, біздерден представитель қайта барып жатыр. Біздікі енді мынада бірнеше мәселе бар, көп уақытыңызды алмайын. Бірінші столба жаңағы ортасынан қақ бөлініп, бүйтіп құлайын деп қисайып тұрған, соны алмастыру керек. Соның бюджетте бар ма, сразу бері ауыспайды ғой. Оны енді бір ең комиссияны осы құлайын деп тұрғанды алмастырып, келесін неге этапқа бөліп дейміз. Сосын резервный кабель деп едік. Қыста кабель анарада постоянно біздерде істен шығып қалады. Сосын оны бүкіл халықтың пеш істемейді, не істемейді, свет болмаған соң. Оны кешке дейін іздеп жүреді. Сол кабельдің енді онда бюджетке қарайтын нәрсе ғой. Сол енді келесі жылға, осы жылға неге бар ма, жоқ па, соның мәселесі бар. Оны да қалай жазып, біздің ауылдың адамдары берді сізге немен, арызбен жазып берді, оны білесіздер. Сосын мына үшінші мәселе мусор плюс деген бар. Ол аптасына 1 рет алады. Біз қазақпыз ғой, қонақ келеді, үйде бала көп, не көп, ана мусор деген толып кетеді. 2 рет алса аптасына дейміз. Сосын телефонмен звондасаң оларға алмайды телефонды. Барсаң неге алмайсыңдар, біз звондап жатырмыз деп, ана машинамен автобуспен барасың әдейі. Олар айтады, бізде оператор жоқ дейді. Айналайын басшыларға, сіздің мекемелерінде бір оператор штатта бар ма, телефонға отдельно жауап береді? Ондай жоқ қой. Сол мәселені де қолға алып, соны айтып қойсаңыз болса, бір жауап беріңдер. Адамдар деген просто еркін звондамайды ғой. Несін, өсек айтайын деп, проблема туралы айтады оны. Дәл пішпей жатыр, мысалы, біздер суға кеткендермен бірге көшіп еді бізді. Мына Оқыр Махамбеттен халық әлі көше алмай отыр. Мен осы жерде айтып кетейін, бұл жерде айтпауға болмайды. Мына білім басқармасы кешегі кезде алдыңғы жиналыста айтты маған, апа, балдардың саны жетпейді деді. Балдардың саны жетпейді дегенде былтырғы жиналыста. Сосын мен осы жиналыста сол кезде барып, мында бізде де Санчо дейміз, енді қазақша ұмытып қалып отырып қайта. Ливера дейтін қызымыз бар, Оқыр Махамбеттен жүрген, бәрі де таниды. Ер азаматтың орнында жүрген азаматша. Сол бала дейтін 1000-200 баланың тізімін беріп, білім басқармасына былтыр апарып тапсырды. Ең болмаса бізге дейтін 28 жыл салынады дейді, бізге ең болмаса осы бір неге 3-ге, 1-ге, нелерге енді 3 мектептен түсіп жатыр ғой. Бір мектеп неужели салып бермеске ертерек? Білім басқармасында өзінің жоспары бар. Сол жоспарға сәйкес осы жаңағы тапсырған құжаттарыңыз оның бәрі де ескеріледі. Қай жерде қазір қандай сұраушылық бар,
сол жаққа қарай жаңағы білім басқармасы өзінің жоспарын даярлап соған кірісетін болады. Енді кешегі жерде білім басқармасы айтты ғой бізге бала саны жетпейді деп. Неге жетпейді? Соған мен қиналамын, қаңғыламын. Олай болмайды ғой. Шынына келгенде бізге дейтін суға кеткендермен бірге көшіргенде айтты, бірде мектебімізді салып береміз, жол істеп береміз, обещать етті. Ол кездегі әкімдер сіздердің кінәларыңыз жоқ ол жерде. Енді мына жерде дейді кішкене Берлек 28-ге қалдырып тұр ғой. Енді ең болмаса Берлекке қалдырып бастауға болады ғой. Пока халықтар көшіп келе береді, үйлеріне келе алмай отыр. Жақсы. Мында да қаншама үй салып қойды. Түсінікті апа. Жақсы, сұрағыңызға рахмет. Біздерде екінші жағдай айтайын дегенім, біздерде мына жолымыз енді түсіп жатыр ғой, рахмет. Енді қалған жерде мына қызыл үй дейді, 2 этаж қызыл үй. Астана әкімі, сіз білесіз ғой Талғатұлы қай жер екенін. Барып жүрсіз, көріп жүрсіз, сол жерге дейін жолымыз тартып 6-шы маршрут кірсе екен деймін. Біздерге қиын, үлкен кісіміз, жаяу жүреміз ана трассаға дейін. Мына 5-ке кірді ғой, неге бізге келмеске? Бізде дейтін уже асфальт түсіп тұр ғой. Пабразныйға да түсіп тұр, ар жағында кішкене қызыл үйге дейін созса, соны кіргізсе екен деймін 6-шы маршрутта. Биыл кіргізіңдерші, Құдай үшін. Балдарға да қиын, бізге де қиын, үлкен адамдар көп. Ана біздерде 3 километр болмамай 2 километр жарым жаяу жүретін азаматтар бар ғой, өздеріңіз көріп жүрсіздер. Кеше бардыңыз, көрдіңіз, жүрдіңіз сол жерменен. Барып ана қырдың басына бардыңыз. Астаналы әкім сізге айтып отқаным енді. Автобус өз маршрутында жүр. Енді қазіргі кезде біздің мүмкіндігіміз сол. Енді өзіңіз түсініңіз, қазір әр елді мекенге кіретін болсақ, интервал дейміз ғой, автобустың ара қашықтығы өте ұзақ кетеді. Бұрында 15 минут күтетін болсаңыздар, қазір жарты сағат, 1 сағатқа дейін күтіп қаласыздар. Сондықтан да қазіргі біздің мүмкіндігіміз осы қазіргі маршруттарымыз. Сондықтан да болашақта әрине жылдан жылға автобустың саны өсіп келе жатыр, қосылып келе жатыр. Біз ол мәселелерді қарастыратын боламыз. Қазіргі кезде ондай мүмкіндік жоқ.